Армысыздар. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіздер. Беташар. Ауылға бара жатқанда қол жүгімнің астыңғы жағында бір орамал жатады. Оның сол орынға жайғасып, менімен бірге ауылға барып қайтып жүргені бір бұл емес. Бір жақсысы жанарда жұбайым не болса соған түртінектеп қалған бәлеқор қызғаншақ әйел емес. Сондықтан шығар ол орамалдың не дауға себепкер болмай, не кабинеттегі шкафтың бірінде жасырулы тұрмай, осынша уақыт өзімен бірге жүргені. Мынау не орамал деп бір рет жанардың сұрағаны бар. Бір жеңгеме сыйлауым керек еді деп ақ жарылғам. Шындығы да сол болатын, бірақ ол шындықтың түгел тарихын сүйіп қосылған жарыма айтудың ешқандай реті жоқ еді. Одан да әркімнің өмірінде бола бермейтін осы бір оқиғаны қойын дәптеріме түсіріп қойғанды жөн көрдім. Тағдыр талайына мұндай хикаят жазылмаған адам мұны қайталаймын деп талаптанбай-ақ қойса болады. Өйткені мұндай оқиға арнайы жоспармен жасалса да, дәл менің басымнан өткендей тәтті де әсерлі болуы мүмкін емес. Керісінше өте ыңғайсыз жайттарға соқтыруы мүмкін. 7-ден 8 сыныпқа көшкен жылдың жазғы каникулында болған оқиға еді бұл. Көктем басталғалы бері зарықтырып жүрген арманына жеткізіп, ауылдың біраз бойдақтары ата-анасын, ағайын туыстарды қуантып, келін түсіріп жататыны қазақтың қай ауылына да ортақ. Бәрімізге таныс жағдай ғой. Әрқайсысының орны өзінше бөлек. Қуанышты жағдай болғанмен, Жүсіптің келіншегі алып келгені біртүрлі тосындау болды. Неге дейсіз ғой? Алда-жалда түсіп келіп, азғана отырып кеткен үйдің адамдары есік-терезесін бірдей ашып желдетіп, өздері үйінен біразға дейін безіп кететін. Үсті басын ретке келтіру деген ойына кіріп шықпайтын. Қашан көрсең де трактордың майымен, көшенің шаңымен үйісіп кеткен киімі анадайдан мүңкіп тұратын. Темір тарақпен тараса шашының арасынан былтырғы бидайдың қауызы шығатын. Осы ағамызға есі түзу, қыз баласы тұрмысқа шыға қояр деп әсте ойламайтынбыз. Дастархан басында бірге отыра қалсаң, басыңды айналдырып, көзіңді ашытып, кеңсірігіңді көктеп өтіп, шеке тақтайыңа бірақ ұратын шуашы мен қолтығының иісінен есеңгіреп қаласың. Әлгі жеңгейлердің үйін желдетіп, біразға дейін сыртқа безіп кететін себебі сол. Жер жыртуға колхоздың загонына барғандар да, мал төлдету науқанында бірге болғандар да, Жүсіппен қатар жатпақ тұрсын, бірге тамақ ішуден ат-тондарын арқалап тұра қашатын. Бұған намыстанып өзін-өзі жөнге келтіру Жүсекеңнің ойына кіріп те шықпайды. Білмеймін, қанына сіңген мінезі ме, әлде әдейі жасай ма, әйтеуір адам түсініп болмайтын бір жабайылық. Осының бәріне қарамай, мінезі жайлы кім-кімге де қол ұшын бере кетуге дайын тұратын. Оның үстіне тіл алғыш, қайда жұмсасаң да ләм демей тартып кететін жағымды болмысы бар. Әсіресе жерін жыртқызып, шөбін тасытып, топырақ түсіртіп алатындар үшін Жүсіптің орны ерекше. Жаратылысындағы осындай жайлылықтары үшін ол туралы өзі жоқта енесі бар, иіссіз адам болушы ма еді тәуірі. Адамгершілігін айтсаңшы, үйлі жайлы болған соң тап-тұйнақтай болып шығады әлі, дейтіндер де табылатын. Тап-тұйнақтай болып кетуі өте күмәнді. Жүсіптің келіншек алып келгеніне таңырқап қалғанымыздың астарында осындай сырлар бар еді. Алып келгенін не иіс сезбейтін мырың, немесе кір-қоңыстың арасында өскен өзі тектес біреу болар дестік. Не болса да ауылымыздың атына сөз келтіріп, қамшы айтып жөнге келтіре алмай қойған Жүсіптің жанындағы ептеген қиындықтарға төзіп, кір-қоңынан арылтуды өз жауапкершілігіне алатын адамның келгенін іштей құптағанымызбен, оның алғашқы кір жуған кезін көз алдымызға елестеткенде еріксіз мүсіркедік. Бауды суғарып жатқанда судың тартылып қалатын бәлесі бар. Жоғарғы арықтан суды бұрып жібереді, немесе сол жол-жөнекей біреу ұрлық құлақ ашып қояды. Кетпенімді иығыма аса салып, арықты бойлап келе жатыр едім. Сәуірбек кластасым кездесе кетті. Каникулға шыққалы бері көріспеген едік. Арсалаңдап амандастық. Мені таңғалдырған Жүсіпке байланысты мәселе оның да ойына симай-ақ тұр екен. Естідің бе? Деді салған жерден. Естедік қой. Мектепті жаңа бітірген екен. Өзі жап-жас. Алып қашып кепті. Сұлу ма? Сұлу ма дегенім Сәуірбектің талғамын таптап кеткенде екі көзі ежірейтіп кетті. Біля не екенін өзім ұқпасақ та қатты таңғалғандағы шығаратын дыбысымыз еді. Сұлуың не?
Бас бармағын құшырлана қайқайтып қырынан көрсете, во, ертегіден шыққандай қыз жібегің жолда қалады. Қыз жібекті көзімен көргендей обал болған екен. Айтпа дейім, Жүсіппен бірге жатқызбақ түгілі жанына жақындатуға болмайтын қыз. Тфу, аузының салымын қарасаңшы, өзінің жуынған шығар енді. Кім келіншек пе? Жоқ ей, Жүсіпті айтам, итін біліп пе? Жуынса жуынған шығар. Сәуірбек көзіне әлдене елестеп кеткен болу керек. Тыжырынып барып әңгімені басқа арнаға бұрды. Бетін сен ашатын шығарсың. Енді ашып жүрмін ғой, сұраса ашып береміз ғой. Менің бала кезден домбыраға әуестігім, күй шертіп ән салатыным бар еді. Ауылға келін түсе қалса, құдалық болса, кәдімгідей адам жіберіп